Армысыздар достар, үй жағдайында аяқтың иісін кетіретін керемет тәсілмен бөлісемін. Ең алдымен бір стакан қайнаған суымызды құйып аламыз және оған бір шай қасық ас содамызды араластырамыз. Әбден ергенше араластыру керек. Ас содасы антисептикалық әсерге ие. Ол аяқтың иісін бар болғаны бір-ақ аптада кетіреді. Ас содасы салынған суымызбен аяғымызды жуамыз. Тазалап жуамыз. Аяғымызды таза сүлгіге құрғатып аламыз. Құрғақ болған аяғымызға мақтамызды бәшайларымызға салып қоямыз. Бұл мақтаны ас содасы салынған суға бір-бір батырып шиыршықтап аламыз. Осылай бір түнге, яғни жататын кезде дәл осылай жасап жатсаңыздар болады. Таңертең таза шұлығымызды киіп аламыз. Дәл осылай бір апта жасасаңыздар, мүлдем аяқтың иісінен, яғни шуаштан құтылатын боласыздар. Пайдаңызға жарасын, рахмет.